Баршаңызға сәлем. Қазіргі кездегі хит болып жүрген барлық кафе-ресторанға барғанда бірінші заказ беретін хрустящий баклажанды дайындайтын боламыз. Бұл өте керемет рецепттердің бірі. Мен арнайы той дастарханға барып, сол жерден жеке көріп, сіздерге дәл солай көрсетіп жатырмын. Ешқандай да рецептін жасырмаймын. Ал енді хрустящий баклажан салатымызды бастайтын боламыз. Осылай баклажандардың сыртын толығымен ашып аламыз. Қыздар ешқандай да суға салып, тұзға салып қоймаймыз. Дәл видеодағыдай етіп, осылай үлкен-үлкен етіп, үшбұрышты қылып турап аламыз. Таза ыдысты алып, ішіне кукурузный крахмалымыздан көз мөлшермен осылай салып аламыз. Онымен крахмалдың мөлшері бірдей болу керек. Осылай араластырып, жайлап қамыр илегендей етіп илеп аламыз. Суды аз-аздан құйып отырамыз. Бірден құйып жібермеңіздер. Ең соңында қоймалжың блинчикке арналған сияқты консистенция пайда болғанша жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай дәл блинчик сияқты болды. Жақсылап, ешқандай комок қалдырмай, асықпай араластырып аламыз қолмен. Енді жаңағы туралған баклажандарымызды осы смеске жақсылап араластырамыз. Барлық жеріне толықтай тию керек. Табаға қыздырылған майымызға осылай екі бетін жақсылап толығымен пісіріп алатын боламыз. Баклажан толығымен пісу үшін табадағы майымыз қатты қыздырылған болмасын. Дәл видеодағыдай екі беті қызарып піскеннен кейін баклажандарымызды майдан сүзіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің баклажандарымыз дайын болды. Осылай қызарып, әдемі болып пісті. Ал енді әрбір баклажанның бөліктерін осылай кисло-сладкий соусқа жеке-жеке батырып, содан кейін барып тарелкаге орналастырамыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, барлығы түсінікті, анық етіп көрсетілген. Осылай әрқайсысын жеке-жеке кисло-сладкий соусқа батырып алатын боламыз. Осымен біздің кисло-сладкий соусқа батырылған хрустящий баклажандарымыз дайын болды. Әсемдігі үшін осылай руколаны ортасына салып, бетіне теркамен сырды өткізіп жіберсеңіздер, дастарханға өте керемет үйлеседі. Той дастарханға заказ алып жатсаңыз, осы кисло-сладкий соусқа батырылған хрустящий баклажанды ұсынсаңыздар болады. Клиенттің көңілінен шығады.